356 есепті көрейік. Екі әдіспен шығарды көрсетем координат арқылы және де ереже бойынша. Ереже бойынша бізде былай. Егер де екі сан бірдей таңбамен кездессе, мысалы минуспен, онда сандары бізде қосылады. Егер де таңбалары әртүрлі кездессе, біреу минуспен, біреу плюспен, онда бізде сандары азайтылады. Енді мәнінде қай таңбаны қоямын? Екеу де минус болса, онда сізде мәні минуспен шығады. Ол түсінікті. Егер де таңбалары әртүрлі болса, онда үлкен санына қарайсыздар. Егер үлкен саны минуспен болса, онда мәні минуспен болады. Егер де үлкен саны плюспен болса, сандары азайтылады. Ал мәні бізде плюспен болады, ол плюс бізде жазылмайды, көрінбейтін қосу болады. Ендеше кетейік. Плюс 5, алдында көрінбейтін плюс, минус 9, қосу 3. Так, бұлай жасауға болады. Бірдей таңбасы бар сандарды бірінші қосып аламыз. 5 қосу 3 бізде 8 болады. 8-ден 9 азайтқанда, 8-дің алдында көрінбейтін қосу, таңбалары әртүрлі, сондықтан сандары азайтылады. 9-дан 8-ді азайтқанда 1. Енді үлкен ағасына қарайсыздар. Мына жердегі үлкен ағасы 9, оның таңбасы минус, сондықтан минус жазамын. Сонда біз минус 1-де тоқталуымыз керек. Так, енді көрсетемін. Плюс 5 деген плюс 5-те тұрмыз. Минус 9 деген сол жаққа минуспен жылжимыз. Минус болған кезде сол жаққа жылжайсыздар әрдайым, плюс болған кезде оң жаққа. 9 қадам сол жаққа жасаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Минус 4-те тоқтадық. Енді плюс 3. Плюс дегеніміз оң жаққа кеттік. 3 қадам жасадық. 1, 2, 3. Минус 1-те тоқтадым. Енді оқулықтарыңыз бойынша сіздер осылай ұсақ-ұсақ қадамдарды көрсетпейсіздер, үлкен доға саласыздар. Былай жылжыдыңыз, минус 9-ға жылжыдыңыз, содан кейін плюс 3-ке жылжыдыңыз. Плюс 3 деп мына жерге жазасыздар. Осылай көрсетесіздер тіптерге. Келесі өрнек. Так. Минус 6, қосу 11, минус 8-ден. Так, бірдей таңбалары бізде 6 мен 8, екеуінде де минус тұр. Сондықтан жауабында бізде минус 14 шығады. Сандары қосылады, себебі таңбалары бірдей. Минус қасына жазылады, себебі екеуінде де минус. Плюс 11 қалды. Таңбалары енді әртүрлі, сондықтан азайтамыз, ол 3 болады, және де үлкен ағасына қараймыз. Үлкен ағасы 14, ол минуспен, сондықтан мәнінде минус 3 деп жазамыз. Ал енді координатада көрсетейік. Минус 6-да тұрмыз. Плюс 11 деген оң жаққа 11 қадам жасадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5-те тоқтадым. Минус 8 деген сол жаққа 8 қадам жасадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Минус 3-те тоқтадым. Ал енді мұғалімге осындай ұсақ қадамды көрсетпейсіз. Бірінші біз плюс 11-ге жылжыдық. Плюс 11. Және де минус 8-ге жылжыдық. Минус 8 деп мұғалімге көрсетесіз. Яғни әр өрнектің астында немесе қасында координата сызып, осылай көрсетесіздер. Және де координатаны жай қарындашпен сызу керек. Себебі қате кетуі мүмкін, сіздер сонда өшіргішпен өшіресіздер. Келесі үшінші өрнек. Бірінші осылай ереже бойынша санап алуға болады. Минус 4, минус 14 бірдей таңбамен екеуін сандарын қосамыз, болады минус 18, плюс 10 қалды. Енді таңбалары әртүрлі, сондықтан оларды азайтамын. Ол болады бізде 8.
Енді үлкен ағасына қарайсыздар. Үлкен ағасы бізде 11, 18, ол минуспен тұр. Сондықтан таңбасы минус болады. Ендеше тексереміз. Минус 4-те тұрмыз. Плюс 10 деген оң жаққа 10 қадам жасадым деген сөз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6-да тоқтадық. Минус 14 деген сол жаққа 14 қадам жасадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Минус 8-де тоқтадым. Сәйкес келді ме? Иә, келді. Ұмытпаңыздар, осы ұсақ қадамдарды біз өзіміз үшін жасадық. Енді доға арқылы көрсетеміз. Сонда бізде плюс 10-ға жасағанда бізде 6-да тоқтадық. Және де астынан жасайық. Немесе былай жасауға болады. Так, минус 14 қадамға жасадық деп мұғалімге көрсетесіздер. Ұсақ қадамдарды сіздер сызбай, жай ғана қарындашпен санауыңызға болады. Яғни былай, қарындашты қойып санауға болады. Так, келесі амал бізде 4-ші амал, қателеспесем. Принципін түсінген шығарсыздар. Так, мына жерде плюс 3, плюс 12. Екеуі плюспен, сондықтан қосамын, менде 15 шығады. Екеуі де плюспен, сондықтан мәні де плюспен болады. Минус 8 қалды. Таңбалары әртүрлі, сондықтан азайтам. Бізде болады 7. Енді минусын жазам ба, жоқ па? Үлкен ағасына қарайсыздар. Үлкен ағасы плюспен тұр, сондықтан мына жерде де плюс болады, бірақ плюсты біз сан жалғыз тұрғанда оны жазбаймыз. Сонда жай ғана 7 болу керек. Так, сонда біз 3-те тұрмыз. Минус 8 деген. Минус 8-ге сол жаққа жылжыдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни мына жерде тоқтадық, я? Бірден доғамен енді көрсетеміз. Плюс 12 деген оң жаққа, бізде минус 8 болды. Оң жаққа 12 қадам жасадық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне 7-де біз тоқтадық. Плюс 12. Келесі. Так. 4 минус 10 қосу 14. Мына өрнекпен бізде ұқсайды, тек қана таңбалары өзгерді. Так, бірдей таңбасы бар сандар бізде плюспен. Плюс 4, плюс 14. Екеуін қосқан кезде 18 болады. Мына жерде бізде минус 10. Енді осындай өрнектерді сіздер бірінші сыныптан бері жасап жатырсыздар. Сіздерде үлкен сан плюспен, кіші сан минуспен. Жай ғана азайта саламыз да, бізде 8 шығады. Ал енді санаймыз. Мен 4-те тұрмын. 10 қадам сол жаққа жасадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6-да тоқтадым. Енді плюс 14 деген оң жаққа 14 қадам жасадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8-де тоқтадым. Сонда сіздер бір доға жасайсыздар. Минус 10. Және де келесі бізде плюс 14. Келесі. Алтыншы. Минус 3,
плюс 8 минус 12. Так, бірдей таңбасы бізде минус 3, минус 12. Егеуін қоссақ, бізде минус 15 шығады. Плюс 8. Таңбалары әртүрлі сандарды азайтам. Бізде болады 7. Бірден мына жерге жазайын. Енді үлкен ағасына қараймыз. Үлкен ағасы минуспен, сондықтан минусты қасына жазамыз. Яғни минус 7-де біз тоқталуымыз керек. Мынаны алып тастайын. Так, минус 3-те тұрмыз. Міне. Так, плюс 8 деген оң жаққа 8 қадам жасадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5-те тоқтадым. Минус 12 деген сол жаққа 12 қадам жасадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне, минус 7-де. Яғни бірінші 5-те тоқталдым. Содан кейін барып, минус 7-де тоқталдым. Мына жерде бізде плюс 8 қадам, мына жерде минус 12 қадам. Так, келесі. Минус 2, мына жерде жауабын жазайық. Минус 2, минус 5 қосу 12. Минус 2, минус 2 мен минус 5 бізде бірдей таңбамен тұр. Екеуін қоса салайық. Минус 7 болады. Енді плюс 12. Таңбалары әртүрлі, сондықтан сандарды азайтам. Ол бізде болады 5. Мына жерде бірден жазайын. Енді үлкен ағасына қарайым. Үлкен ағасы мына жерде 12 плюспен тұр. Сондықтан мына жерде де плюс болады, бірақ плюсты әдетте біз жазбаймыз. Ол бізде көрінбейтін болады, себебі 5 бізде жалғыз тұр. Так, ендеше минус 2 деген мына жерде. Минус 5 деген сол жаққа 5 қадам жасадым. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни минус 7-де тоқталуым керек. Минус 5 қадам жасадым. Енді плюс 12 деген оң жаққа 12 қадам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне 5-ім тұр. Қосу 12. Так, келесі. Минус 1, минус 4, плюс 3. Таңбалары алдында тұру керек. Минус 1, минус 4 бірдей таңбамен бірге қосайық. Бізде болады минус 5. Енді қосу 13 дегеніміз таңбалары әртүрлі, сондықтан сандарды азайтамыз. Ол бізде болады 8. Енді үлкен ағасына қараймын. Үлкен ағасы плюспен, сондықтан жауабы да плюспен болады. Жай ғана 8 бізде болады. Сонда ең соңында біз 8-де тоқталуымыз керек. Так, минус 1 бізде міне. Минус 4, яғни солға 4 қадам жасадым. 1, 2, 3, 4. 5-те тоқталдым. Минус 4. Енді плюс 13 деген оң жаққа 13 қадам жасадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ұсақ қадамдарды алып тастайым. 8-ге бірден бір доғаны көрсетем. Плюс 13. Келесі. Так, минус 7, минус 1, минус 7, плюс 11. Минус 1, минус 7 бірдей таңбамен, сондықтан бірден қосайық, болады минус 8, плюс 11. Таңбалары әртүрлі, сондықтан сандарды азайтам. Бізде 3 шығады. Үлкен ағасына қарайым, ол плюспен, сондықтан бізде жай ғана 3 шығады. Так, енді координатыда көрсетейік. Минус 1 тұрмыз. Сол жаққа 7 қадам жасадым. Сол жаққа себебі минуспен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Минус 8-де тоқтадым. Бірден доғаны сала салайық. Минус 7. Енді оң жаққа 11 қадам жасайым.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Яғни 3-те тоқтадық, бізде плюс 11 шықты. Енді арғарай координаты арқылы өздеріңіз санайсыздар, біз тек қана жауабын бірден көрейік. 10-шы өрнекте бірдей таңбамен бізде минус 5, минус 11. Минус 5, минус 11 таңбалары бірдей, сондықтан қосамыз. Бізде болады 16, мына жерге жазайық ұмытпас үшін. Минус 16, қосу 9. Артық ақпарат алып тастайын. 16 минус пен 9 плюс пен, сондықтан сандар азайтылады. Бізде болады 7. Енді үлкен ағасына қараймыз. Үлкен ағасы 16, ол минус пен, сондықтан минус 7 шығу керек. Так, келесі минус 7 шығу керек. Минус 4, минус 9. Екеуін қосамыз 9 болады, минус пен, себебі екеуде минус пен, плюс 10 қалды. Таңбалары әртүрлі, сандарды азайтамыз. Бізде болады 1. Енді үлкен ағасына қараймыз. Үлкені бізде 10, ол плюс пен, сондықтан бізде жай ғана 1 шығады. Келесі 6 минус 11 плюс 8. 6-ның алдында көрінбейтін қосу, сондықтан екеуін қосып аламыз. Бізде болады 14 плюс пен болады. Минус 11 қасында бар тағы. Таңбалары әртүрлі, сондықтан азайтамыз 3. Үлкен ағасына қараймыз, көрінбейтін плюс пен, сондықтан бізде жай ғана 3 шығу керек.